Күйеуім военный болып жұмыс жасайды. Қаншама рет басқа қыздармен ұстап алдым деп кейіпкер өз оқиғасын баяндап бастады. Қазақша арнаға қолдау білдіріп, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Өскелең ұрпақ басқа адамдардың қателіктерін есту арқылы өздеріне қажеттісін алып, ойларына бір керекті нәрсе түйсін деген мақсатта ашылған арна. Ендеше оқиғамызды бастайық. Менің күйеуге шыққаныма 9 жылдан асты. 18 жасымда тұрмысқа шықтым. Қазіргі таңда күйеуім екеуміздің 4 баламыз бар. Мен жоғарғы оқу орнын оқымағанмын, әйтсек те орта білімім бар. Мен медсестра болып жұмыс жасаймын. Күйеуім военный болып істейді. Қаншама рет мен күйеуімді басқа қыздармен ұстап алдым. Қанша рет ұстап алсам да, менен кешірім сұрағаннан кейін, екеуміздің арамызда бала-шағамыз бар, балаларым әкесіз қалмасын, мен күйеусіз қалмайын, отбасымызды сақтап қалайын деп, осы кезге дейін үндемей барлығын ұмытып жүрдім. 4-ші балама аяғым ауыр кезде мен ажырасамын деп үйімізден кетіп қалдым. Білесіздер ме, сол кезде менің күйеуім менің артымнан іздеп те келген жоқ. Мен 2,5 айдан артық уақыт пәтер жалдап тұрдым. 3 балам бар, және құрсағымда 1 балам бар. Өзімнің төркініме ештеңе деп оқиғаның мән-жайын айтқан жоқпын. Себебі күйеуіме деген теріс ой пікір қалыптаспасын, немесе 3 баламмен қайта келген қыз жаман деп төркініме бармайын, және де ата-анамнан бұл оқиғаны жасырып қалайын деп солай ата-анама айтпай жүрдім. 3 ай шамасында уақыт өтті. Анда-санда 1 айда 1-2 рет қана жазып, оның өзінде балаларын ғана сұрады. Оның өзінде балаларын ғана көруге, жаңағыдай бейне қоңырау шалғау арқылы ғана хабарласып тұрды, ал мені мүлдем іздеген жоқ. Менің құрсағымдағы баланы да іздеп сұраған емес, жағдайың қалай деп те сұраған жоқ. Сөйтіп 3 ай уақыт өткен кезде маған үйге қайт болды деп қана жазды. Кешір, енді қайталанбайды деген секілді ешқандай өкініш оның көкейінде болған жоқ. Менің де ақшам бітті. Ақшам біткеннен кейін күн көретін ақшам қалмай қалды. 3 баламда сұрау керек, 4 ауыз болдық. Ақша қалмағаннан кейін күйеуіме қайтадан бардым. Күйеуім бізді алып кетуге келген жоқ. Ол менің картадан менің қай жерде жүргенімді барлығын қарай алатындай. Ол кісіде маған деген полный доступ болса да, ол менің артынан келген жоқ. Балаларын жай ғана іздемейді. Бұл әкеге балалар керек емес, отбасы керек емес деген ой, пікір болмасын, сондай артық сөз болмасын деп бейне қоңыраумен ғана хабарласып тұрды. Ал мені және балаларын былай тіріде іздеп келген жоқ. Сөйтіп үйге бардым. Ол білді менің артық ешқандай ақшам жоқ екендігін. Сөйтіп біз сәл бірдеңеге ұрсып қалсақ, маған айтатын: кетсең далада қаңғисың, сен менсіз ешкімге де керек емессің, сені асырап отырған мен, сен жұмыссызсың, сенің артық бір тиының да жоқ деп. Ал өзі тек қыдыруды, артық ақша жаңағыдай шығындауды ғана білетін. Сауна, баня, қыздарға баруға, солай жолдастармен, көп ұлдармен, класстастармен, коллективмен демалатын. Үйден кетіп қалып, ұрсып қалсақ бірден үйден кетіп қалатын. Қайда кететінін, не істейтінін білмеймін. Менің оның қай жерде жүргендігін қарай алатындай ондай менде доступ болған жоқ. WhatsApp-тан, жаңағыдай әлеуметтік желіден достары хабарламалар жіберген кезде мен түнде ұйықтап жатқан кезде жасырын түрде ашып қараймын. Сол кезде менің күйеуімнің киімсіз жүргенін, қасында әйелдердің киімсіз тайраңдап билеп жүргенін, менің күйеуімнің денесін сипалап жатқан жаңағыдай неше түрлі видеолар жіберетін. Жаңағы кәдімгі киімдері вообще жоқ әйелдердің. Бәрі бір-бірін құшақтап отырған, кәдімгідей маған да жіберетін әйелдер сондай видеоларды. Бірақ менің амалым жоқ, мен соның барлығын көріп сөйтіп келе жатырмын. Себебі менің шынымен де өзімді асырайтын қаражатым мүлдем жоқ.
оның барлығына күйеуім ғана кінәлі емес, әрине мен де кінәлімін. Дегенмен де баланы да көтерген кезде үлкен жауапкершілік алып көтеру керек деп ойлаймын. Менің ақшасыз қалып отқандығымның бірден бір жауапкершілік артатын адам ол менің күйеуім. Себебі мен егер де қазір баламен үйде отпаған кезде, декретке шықпаған кезде мен де жұмыс істеп ақша тауып отырар едім. Мен қазір сондай оқиғалардың барлығына үйреніп қалдым. Кімнен хабарлама келсе де, күйеуім киімсіз жүрме, киіммен жүрме, әйелдермен жүрме, әйелдерсіз жүрме, маған енді кәдімгідей бәрібір. Себебі мен қызғанбаймын. Мен оған етім үйреніп қалды. Біз көп төсекте де бірге жатпаймыз. Айына 1-2 рет, 2 айда 1-3 рет деген секілді. Онда да мен ешқандай бір сезіммен болмаймын. Себебі менде күйеуіме деген кәдімгідей жиіркеніш сезімі болады. Мен осы аяғым ауыр кезде 4 баламда да осындай үлкен стресспен көтердім. Үлкен стresспен босандым. Сол 9 ай бойы менде осындай бір ұрыс керіс ылғи үнемі болатын. 3-ші балам соның кесірінен аурушаң, негізі иммунитеті төмен. Әрине әр нәрсені жүрекке жақын қабылдамау керек дейді. Бірақ отбасы тек қана әйелге ғана емес, ер адамға да керек қой. Баланы таптыртып қана қоймай, ол балаға үлкен жауапкершілік алып, оларды асырап, тек қана тудыртып қана емес, әкелік де таныта білу керек қой негізі балаға. Негізі ойлаймын да, мүмкін махаббатымызды қайттан жандандыруым керек шығар. Барлығы мен өзімнің қолымда, мүмкін мен күйеуім үшін бала туа бергеннен кейін қызықсыз болып қалған шығармын. Андай қатты оқылып қалған кітаптар сияқты болып қалған шығармын. Мүмкін мен өзіме бір өзгерістер енгізуім керек шығар. Мүмкін жаңағыдай тарылтатын бір жаттығулар немесе оталар жасатуым керек шығар деп ойлаймын да. Бірақ не істеуім керек, неден бастауым керек? Мен бірақ осы 4-ші баламды туып алмай, мен ешқандай өзгерістер жасай алмаймын. Себебі аяғым ауыр кезде арықтай алмайтындығым анық. Білмеймін енді. Мүмкін күйеуімнен шеттей бала шағасы бар да шығар. Себебі маған сондай да хабарламалар келді. Бірақ мен оның барлығын күйеуіме айтып, күйеуімен ұрсысып, күйеуімен ажырасып кетті маған вариант емес. Себебі менің отбасым ойран болады. Балаларым әкесіз қалады, мен күйеусіз қаламын, асыраушымыздан айырыламыз. Ал күйеуімнің ештеңесі кетпейді, ол басқа жаңа әйел тауып алады, жаңа қыз келіншек тауып алары анық. Мен туып жатқан балаларымды ол әйелдер де туып бере алады деймін да. Енді маған ақыл керек, не істеймін? Күйеуімді тастап кету маған вариант емес. Себебі төркінімде менсіз проблема көп. Олар 4 бөлмелі ғана пәтерде тұрады. Үйлерінде өздерінің келіндері бар, немерелері бар, үйленбеген інім бар, күйеуге шықпаған сіңілім бар. Мен ол жерде явно артық боламын. Ұрсыс болса мен ол жақтан да кетіп қалатын жерім жоқ. Негізі қыз баланың тағдыры ауыр. Өз төркінінен кетіп қалғаннан кейін ол үйге де бөтен, қайын жұртына да жат-жұрттық. Күйеуімен де ұрсысып қалса баратын жері жоқ. Жалпы негізі қыз балаларды аяймын. Сондықтан өзімнің қызымды ештеңеден тарылтпай өсіргім келеді деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Кейіпкеріміз пікірлеріңізді сіздердің жазған комментарийде оқитын болады. Айтар ақыл кеңестеріңіз болса комментарийге қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Өмірде болған тек қана 100% өмірден алынған оқиғаларды ғана жариялаймыз. Ал сіздер болса өскелең ұрпақ осынау қателіктерді қайталамас үшін күйеуге шығардың алдында 7 рет өлшеп 1 рет кес демекші, өздеріңіздің таңдауларыңызға нақты көз жеткізген кезде ғана тұрмысқа шығуларыңызға кеңес беремін. Осымен видеомыз аяқталды. Келесі видеода жүздескенше қош сау болыңыздар.